Сәлем Абди, айтып жіберші, қалтамда 400 мың теңгем бар, Америкаға кеткім келеді, жетеді ма дейді. 400 мың теңге көп ақша емес, бірақ өз басым жеткізе аламын деп ойлаймын. Оны есептеу керек. Давайте отырып біз кішкене есептеп жіберейік, иә? Сіздерде айтайық, 400 мың теңгелеріңіз бар. Бізде Америкаға кету үшін қандай расходтар кетеді? B1 B2 виза дейік. B1 B2 визаға, яғни тапсыру керек болады. Бұл жерде $160 консульский сбор ғана сіздерде расход кетеді. 75 мың теңге. 75 мың теңге консульский сбор дейік. Келесі. Мен өзім Шымкент қаласынанмын. Алматыға бір күнге интервьюға барып қайтуым керек. Алматыға барып қайтуыма менде таксиге шамамен 15 мың теңге кетеді. Жолдардың бәрін есептейік та. Плюс еще бір күн гостиницада жатам. Қымбат емес, арзан 20 мың теңге. 5 мың теңге гостиница. 5 мың теңге тамаққа кетті дейік. Тамақты да бәрін есептейік та, қызығырақ болсын. Уже менде 105 мың теңге кетті. 295 мың теңгем қалды. Визам шықты дейік. Визамды алдық. Келесі Америкаға билет алуым керек. Нұр-Сұлтаннан. Билетсіз дейік, енді ең қымбаты бұл жерде билет. Билет Нұр-Сұлтан, Нью-Йорк. Ең жақын датаға қазір бізде 22 август. Біз қарайық. Визаға кіру бар, шығу бар, визаны қолға алу бар. 30 сентябрьге кетеді деп есептейік. 30 сентябрьге билет іздейміз. Каспий арқылы іздеймін. Міне, бізде ең арзан билет 295 мың теңгеге бар екен, как раз. Бірақ біз бұны аламыз рассрочкаға, иә. Алматы, Нұр-Сұлтан, Алматы, Доха, Нью-Йорк дейді. Катар. Алматыдан да ұша берсек болады, жалпы. Яғни, біз бұны рассрочкаға аламыз. Рассрочка бір айға 18 мың теңгеден кетті дейге. Яғни, рассрочкаға аламыз бұл билетті біз 295 мыңды. Сосын 18 мың теңге бір айындықын төлеп қоямыз. 18 мың теңге кредит. Билет алдық. Енді Астанан немесе Алматыға жетіп алуымыз керек. Бағанағыдай тоже 10 мың теңге кетті дейік. Тамағымыз бар, және таксиіміз бар. Получается, потом Нью-Йоркқа келдік. Нью-Йоркқа келгеннен кейін бізге бірінші зарплата алғанға дейін арзан хостелда, сондайда тұруға болады. Хостелді бір аптаға $150 алуға болады. $150 тоже сол 75 мың теңге дейге бір аптаға хостелға. Бір аптадан кейін зарплата алғаннан кейін тағы да бір апта хостелда тұруға болады. Одан кейін жақсы өзімізге квартира немесе бір бөлмені алсақ болады. Таким образом, давайте онды есептейік. Міне, болды, мен басқа расходтар көріп тұрған жоқпын бұл жерде. 75 мың, 25 мың, 105 мың, 125 мың, 135 мың, 135 мың, плюс 75 мың. Сонда общий бізде примерно 310 мың теңге расход кетті. Бұл бастан аяқ Америкаға барғанға дейді. Яғни 90 мың теңгеміз артылып қалды. 90 мың теңге енді жұмыс болғаннан кейін бұл жерде кетеді әртүрлі расходтар. Жалпы 90 мың теңге маған услуга ретінде беретін болсаңыздар, мен сіздерге көмектесіп бере аламын деген сөз. Міне осындай достар, 400 мың теңге емес, даже 310 мың теңгеге сіздер Америкаға кетулеріңізге болады.